көру керек та, оның барлығын әуелі бір өз алдына кішкентай кастрюльге қайнатып, бояу ала ма, алмай ма, соны көру керек та. Мынау өкіметтікі, иә? Өкіметтің бояуы ма, мынау қазіргі? Бояуы. Ал сары ол ненікі. Енді не қылайын да, мынау бірінші енді киізді саламыз, түрді салып болды. Содан кейін жайлап, әдемілеп, су құйып бастаймыз. Суды бұрын табақшамен шашып қоятын едік қой. Енді қазір мынау тегіс шашылу үшін мынандай неменен шашамыз да, лейкамен бетіп қана шашамыз. Бұндайға ыстық су қолданбайды, өйткені талман бояу кету мүмкін. Енді осыдан кейін барып, мына шейді ораймыз. Асыл зат деген немересі күміс әжесін. Ой, асыл хат күміс әжесіне көмектеседі. Осылай кішкентайынан үйреніп жүр. Кейін жұрттың бәрін үйрететін болады. Бұның шит айтып атқан елерінің инстаграмында бар. Қыздарын жинап әкеліп. Сіздің инстаграмыңыз бар ма? Бар. Оны бізге бересіз ғой, жазып алайық. Соның ішіне сосын көріп отыруға болады. Мынаның бетіне қазір мата төсеп, мата жауып, жібек барып не қылып жатыр да. Сонда мүйіз қисаймайды деп та. Ал кейде өнерді астынан салып жатырмыз шидің бетіне. Енді бұрынғы кезде осылай салған. Сосын сол бойынша көрсетіп жатырмын да мына балаларға. Ертеде осылай салған. Жүннің бетіне салған ерте кезде. Осылай. Сосын енді мынаны бұлай жіппенен байлап біз тербейміз бүйтіп. Тербей деген бұлай да мінекей. Бұны білектеу демейді, тербеу деймі? Тербеу жіппенен тартатын, арқанмен тартатын. Пісірет. Жүгір пісіретін ең соңынан ғой. Ана тез басылып болғаннан кейін кептіріп барып қайтадан пісіреміз. Бұның жібі бар, міне жерде жіппен шейді орап алып тартамыз да. Су төгілген ғой, шиден өткен. Төгіледі ол. Ағат, соны тез-тез тартып, шайқап кетуіміз керек та, суды ағызбай. Мынаны бір байлағылап, кішкенесі. Шешкенде бұнын. Сәл тұрысыз бе? Тұны шетіне жетті. Жібір ғой, онда орап кету керек. Күміс апай? Мысалы, киіз... Қызым ескерту беріп жатыр. Әже сәукеле шығып кетпесін дейді. Сәукеле шығатыны мына жер шошайып шығып кетсе, сәукеле шығады екен де, сосын ол сәукелен күйеуге. Сосын әжелер айтады екен, әй сәукеле шығып кетпесін деп айтып отырады екен. Мен қызыма айтқан мына жерде жүн шығу керек да? Шықпау керек. Шықса ол сәукеле шықты дейді. Сәукеле шықты дейді, сол үйден бір қыз шығады. Қыз күйеуге Сен тұрмысқа шығып кетеді. тұрмысқа әлі шыққың келмейді ғой, ерте ғой, иә? Жүн емес, ши өзі тегіс болу керек оралғанда. Мынау киіз деген өте қасиетті нәрсе. Осы киізді мысалы мен далаға алып шығатын болсам, мына киізді ши тарту үшін мына жерден ақ құйып шығарамыз, ағарған құйып. шидің үстіне ма? Шидің өзіне. Мына үстіне ағарған құйып шығарамыз, далаға шығаратын болсақ. Мынау қазір үйдің ішінде оған ақ құйып жатқанымыз жоқ, иә? Сосын оны ақ құятын себебі, ағарған құятын себебі өлілер дәметеді дейді. Мына киіздегі қасиеттілігі да енді. Өлі кісілер дәметеді деп, содан үстіне ағарған құйып жатады. Ағарған не дейді? Сүт, шұбат сондайды не қылады екен үстіне. Міне шиді осылай байлаймыз. Сосын барып мына арқанға салып тартамыз. Мынау киіз басушы өнердің бір пірі бар ма? Мысалы, Батима апа, Батиманың қолы дейді ғой, сондай. Домалақ ана болмаса. Оны білмедім енді. Ондай анаңыз ештеме айтпады да? Ондайларын айтқан жоқ бана. Бірге сиініп, я менің қолым емес. Келе тұрған бір не да, біздің өте ерте кезде енді біздің қазақ халқы көшіп, қонып жүрген ғой. Сол кезде енді күні түс керек қой. Киізін жабу керек, тоңбау керек. Сосын киіз басып, киізге жапқан.
ертеде тері жапқан тіпті киіздің үстіне. Жоқ, үйтпекші оны. Жібіміз қысқылы өтіп, үлкен арқанды қайта қойдық ма екен? Ар жағына шық сен. Көмектесетін адам бар ма? Біз көмектесеміз ба? Өзің әжеңе көмектесесің ба? Сонда менің қолым емес, там Бибатманның қолы, онда ештеме айтылмай ма? Айтып жүрмін соны. Менің қолым емес, аналарымыздың қолы деп та, сөйтіп айтамын. Мен аналарымыздың қолы деймін. Күшті, керемет. Соған сыйынам, пісімілі деп, анамның қолы деп не қылам. Сол кісіне не қылам. Өзім әр адамның анасы өзіне пір ғой. Иә, керемет. Ал мен сол Збира әжем, жұбай атамыздың қарындасы Збира әжеміз бар ғой, ол да өте өнерлі адам болды. Чөчек кіргізі, мұн жағынан бір көпке жүрекпін. Шит атқанда осылай көзіне бой болатын. Қара, былай шиді осылай тартамын. Асылхатты келесі жылы қатыстыру керек. Өзі бапкер болады балаларға. Күшті, міне, осылай. Мен өзімнің ойымда енді... Мынау тербеу, е? Бір балаларға ұқсат берсе, осындай технологиялық сабақ берген келеді да. Керемет. Таңғыш үйреті. Керемет. Тоқуды, бал тоқуды үйреттім келеді. Мен здание таптым өзім да. Жолдасының зданиесі бар, әне жерде не қылып отырған, жұмыс жасап отқан. Соның бір класын алдым да, сұрап. Сосын соны арендаға аламын да, енді оның да басшылары бар ғой. Содан арендаға алып жіберіп, мен сөзден сабақ өткізсем деймін. Бірақ оған енді өзімнің ойым биыл келесі сентябрьде. Енді мен де үлкейіп келе жатырмын ғой. Әрине. Ұрпақтар біліп қалу керек қой. Сосын мен ойлаймын, сондай не жасап кетсем, балаларға үйретсем, оны мектеп директорлары рұқсат етейін ме, етпейін ме білмедім. Етеді деп ойлаймын. Қазір ол жұрттың бәріне керек. керек. Мен ойымды әкімге барып айттым. Әкімнен здание сұрадым. Ол кісі көп не қылған жоқ, оған көп жұмыстарынан жоқ та. Қозғаймыз. Сосын мен өзім жолдасым айтып, онда мен кабинетімнен бір класста ала ғой деп, жолдасымда шоферлық курстар оқытатын жер бар, сол директоры. Сосын ол айтты, мен сол бір классың балалар, сол жерден оқытшы шолда деп та, балалар үйренейін деген балалар болса. Өйткені үйге келеді ғой, мектептің балалары. Сосын мектепке мені шақырады. Мектепке барып, мен құрттай бір күн барып кішкене үйреткенімен не үйренеді балалар? Ештеңе үйренбейді ғой. Мен соны қалай ұршығы еру керек, жүнді қалай түту керек, бүткіл технологиясын үйреткім келеді балаларға да. Енді мынау ши тарту процесін өзінен аяқтайық па? Керек болды, сол үшін келіп түсіріп алып кетті. Асықат, оны мен құлай, құлмаға сіз айтқыз. Қазір мынау енді біз енді шиді шештік та, мінеке жібін шештік, бәрін алдық. Қазір енді біз мына киізге салынған өнерімізді көрсетеміз. Осыдан мен тоқтата қойыңыз, мен мына өнерді көрсетейін да. Мінеке. Енді осыны түсіріңіз да, мінеке шиді мен ашып атқан қылдым ма, я? Сіздер соны міне бері қарай бүйтіп түйіп отқанды қылайын да, қайтадан сіздер түсіріп тұрыңыз да. Монтаждық дайынды. Қараңыз да. Міне киізді ашып атырмын да. Мына жүнге киіз жабыспамау үшін ұрып қойып бүйтіп аламыз деп, бүйтіп шешіп аламыз, келесі мені. Сосын бүйтіп не қыламыз деп, осылай аламыз. Енді осыны алғаннан кейін барып, мынаны бұлай орап аламыз деп. Неке, бұлай орап аламыз неке. Бісміллә. Қазір. Мен ұстайын. Арғарай қоя алам. Неке бүйтіп жасаймыз. Білектеу деп аталынады. Білектеу. Осылай білектейміз бүйтіп. Енді осылай бір білектеп алғаннан кейін мынаны былай ілгері тастап, асықат былай бір қолыңды былай ал, бір қолыңды былай ал, ілгері лақтырамыз бүйтіп. Содан кейін барып қатылықтырма.
сосын барып былай мінекей. Енді өнерді ішке алып отырып бардақ айт жасаймыз. Мінекей. Жақсы. Ажағын жинап отыр. Бүйтіп. Бірге жақын емесің? Енді тағы да бардақ айт жасаймыз. Осыдып кетті тұқырғақ. Енді тарту боламыз бүйтіп. Орап алайық тағы да. Сонда біліктегенде мынау қырмен біліктейсіз ба? Бұлай. Мына жеріне, міне жер. Аха. Сол жеріне біліктейміз. Мына біліктеудің арасында қолменен бүйтіп қарпудың есебіне ұрып та қоюға болады. Бүйтіп мінекей. Бүйтіп. Бұны аяқпен де басуға болады. Мен кейде шашылсам балдарыма аяқпен де басқызып қоямын, тұрғызып қой. Тартылдай, бүйтіп. Мінекей. Бұлай келеміз. Киіз басып атқанда ән айтып жүріп басуға болады, қыздар. Сіз қандай ән айтасыз әдетте? Сіз қандай ән айтасыз? Дедім аяуды айта береміз. Текеметтің түрінде яу деген ішінде сөзі бар ғой. Иә. Соны не қыламыз мың жан. Бұғат айта аласыз ба? Қандай өлең? Айтып бересіз ба? Айтып көрші. Айтамат қандай қазақ өлең бар екен. Сол текеметтің түрінде. Айта бер, бір шумағын айтып беремін. Айта бермей бас. Апарайдың балқадиша, борығын білігін нәзі, ошықын талқадиша yok. Сексен қыз сүйрегенге шықса тағы, ішінде шолпан жарығы жұлдызы, сен қадиша yok. Борындап асау антайды жүрген басы, қарасын бізден сөзге жанарым зарға дишайы. Балқа диша біріміз екі жетіскелі отыр, рұқсатым бізден сөзге жанарым зарға дишайы. Ой, тамаш. Әжесі өзде бір қосып. Асыл хат қосылшаш. Алмам ойын ағилек, ұшары сайдан дедім аяу. Маңғыстаудың әндерін айтасыз ба? Ұмытқалды мен сөзін. Алмағашқын гөліне ай, текеметтің түрінде ай, өтіп дәурен бара жатыр, сізбен бізге білінбей ай. Oldu mu? Al kizimiz. Міне көмекші. Өстіп өнерге үйренеді. Bunu mına kartın kırasan ki. Аға, түсіндім, иә, ол әлі піспеді, иә. Бірақ өнер түсіпкен. Өнер ішіне сіңейдік та. Оны былай істен кіру керек та кішкене. Бұны анандай киіз болып шығу керек. Иә, әрине. Мынау да кәдімгідей сондай талма ма? Мынау одан анау қатты сияқты ананың өрнегі. Мынау әбден сіңгенде осылай. Ал мынау оюдың ішіне оюды кіргізіп басқан қалдырманы. Кіргізіп салған. Сырмақ принципі ғой. Сырмақ теппес қылып қойдық. Кейде мынаны сарысын алып тастап, қызылдың өзіменен сарыны міне жерге қолтық шағылып солай қылып салып кететін бір-бірден ма? Мынау жерде тек қана қызылын ақ киіздің үстіне салдыңыз, мында ештеме жоқ, иә? Мынау жерде екі түрлі өрнек салынды. Ойып отырғанда кигізіп ойып отырғанда. Екі қабат қиясыз да? Ойып отырғанда қайтадан салған екі түрлі талдырма ғой. Мынаның өнерінде ортасына салған шаршыға, мына қошқар мүйіздің айналасына салынған қолтықшасымен салынған егер екі түрлі бірдей қолтық шағылып, бір-біріне салдық кигізіп, кіргізіп салып отырып,
салмақтың кеңесіне келтіріп, mesela мынандай бақаншамен мынандай қызыл талдырманы екеуіне былай қойып айқастырып, солай салып барып бастық мінекей, көрдіңіздер ме? Түтін бетіне осылай салдық. Иә, түсінікті. Мінекей. Мынау да инстаграмда бар. Қалай салып